Бақтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге жаңа жылдық столға сәнін келтіретін өте дәмді осындай елочка пісірдім. Өте аппетитный, түріне қараңыздаршы. Сол үшін видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Бізге ең бірінші слоеный тесто керек болады. Менде дайыны екі бөлікке бөліп, бірінші бөлігін осылай 4 бөлікке қылып жайып аламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді қазір елка жасайтын боламыз. Видеода көргендеріңіздей осылай екі жағынан жүргізіп шығамыз кесіп. Сосын артықтарын бәрін алып тастаймыз. Қараңыздар қандай әдемі елка пішіні шықты деп айтсам болады формасы. Енді екінші қамырын жаятын боламыз қазір. Ал екінші қамырымызды жайып болдық. Бірінші қамырымызды үстіне қойып, осылай бірдей ғып форма жасайтын боламыз. Ал елкамыз дайын. Қараңыздаршы, қандай әдемі елка болып шықты. Енді ең соңғы етап қалды. Ол жұмыртқаның сарысын осылай равномерно ғып әдемілеп жағып шығатын боламыз. Алдын ала міндетті түрде духовканы қыздырып қоясыздар, қатты қыздырып қоясыздар. 180 градуста 30-40 минуттай пісіресіздер. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге отбасыларыңызға жаңа жылдарыңыз, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Сіздермен бірге болған Мөлдір.